Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жаңа Қазақстан өзінің кезекті түсірілімін бастап жатыр. Бұл түсірілім біздің ең ұлы мейрамға, ең ұлы мерекеге сай келіп отыр. Сондықтан бәріңізді осы мерекемен құттықтаймын. Қазақстанның тәуелсіздігі ата-бабаларымыздың армандаған Кенесарыдан бастап соңғы желтоқсанға дейін өздерінің қандары, жандары берген мейрамдарыңыз құтты болсын. Әрине тәуелсіздік алдық, бірақ әлі де болса қазақ мәселесі, әлі де болса демократияның мәселесі шешілмей жатыр. Сондықтан да біз әлі күнге дейін апта сайын осы аптаның негіздеген мәселелеріне шолу жасап, өзіміздің пікірлерімізді айтып отырмыз. Әрине, осы өткен аптадағы ең үлкен мәселе, менің ойымша, тағы да Ресей жағының шулатқаны, тағы да депутат Никоновтың, Думаның осы мәселе жөнінен, қазақтың жері жөнінен, сол қазақтың жерінің Ресейден сыйға келген жөнінен мәселе көтерді. Әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Әрине, ашу-ызаға толы пікірлер. Қазақстан жағы және бір риза болатын жеріміз, Ресейдің де көз ашық азаматтары бұндай мәселеге деген өздерінің оң көзқарастарын білдіріп жатыр. Сондықтан осыдан басталайық. Бұл мәселе қалай тоқтайды? Бұл мәселеге әлі жүрдім бардым қарай береміз ба, қолымыз сілтей саламыз ба, итүрет керуен көшеді деп, әлде мемлекеттік тарапынан нота берілді, бірақ нотаның одан кейінгі жауабы қандай болды? Ресей жағының ресми мемлекеттік деңгейдегі жауабы болды ма? Қысқасы, біздің әрі қарап нота жолдауменен қоя салдық па, осы бір істедік қой, бір істі деп. Ар жағында не болуы керек? Және осы мәселенің Қазақстан мен Ресейдің арасында шындығында да бір жағдайды ушықтыра ма? Жоқ әлде біз әлі күнге дейін сол Ресейдің етегінен ұстаған күйінше қала береміз бе? Өзіміздің арымызға, намысымызға тиетін сөздер келсе де деген сияқты мәселеге өзіміздің пікірімізді білдіргеніміз, осыдан бастағанымыз дұрыс сияқты. Ал сөзге кезекті. Сұрағыңызға нақты жауап беретін болсақ, сіз енді мұны айттыңыз ғой, бұл осылай жалғаса бере ме, әлде тоқтай ма деп. Біз енді осы әлеуметтік желіде қатардағы азаматтардан бастап қоғам белсенділері, тұлғалар, тіпті сыртқы істер министрлігі жауап беріп жатыр ғой, өзі ретімен дұрыс. Енді ол біз жерде үкімет үндемей қалды деп айтудың өзі де қиын шығар. Мен екі-ақ проблеманы көріп тұрмын. Бірінші проблема, жалпы Ресейде сөйлеп жатқандар, ол Единая Россияның өкілі және Госдумадағы, мемлекеттік думадағы комитет төрағасы, яғни билікке бір табан жақын адамдар. Егер де оппозиция өкілдері билікке қатысы жоқ ресейлік саясаткерлер шулап жатса, онда Кремль айтар еді, біз енді олардың аузын жаба алмаймыз деп. Сондықтан меніңше бұл жерде ең үлкен саяси жауапкершілік Кремльде. Бүгін Песков жауап беріпті. Сыртқы саясатты бізде президент анықтайды деп, яғни Никонов анықтамайды, Федоров анықтамайды деп. Енді күтейік, осыдан бір сағаттан кейін Путиннің жыл сайынғы баспасөз мәслихаты болады. Бәлкім сол жерде бір дәл осы мәселеге қатысты пікір айтылып қалар. Екінші мәселе, сондықтан жаңағы айтып отырмын, қалай тоқтатамыз деген сөзіңізге ғой. Яғни бұл жерде меніңше Қазақстанда да қоғамдық пікірге елбасының да президенттің де толыққанды ықпалы бар. Сондықтан екі басшы келісіп, болашақта достыққа сызат түсірмейтіндей, қазақ халқының, ұлтының ашу-ызасын туғызбайтындай сөз сөйлетуге меніңше толық мүмкіндігі бар. Ол бір. Екінші мәселе, біздің қалай болғанда да даусымыз тым қатты шығып жатқан жоқ. Ел басқарып отырған елбасы да президентте сөйлеген жоқ. Әрине, дұрыс былай паритет дейді ғой, яғни ана жақта комитет төрағасы сөйлесе, бізде комитет төрағасы жауап берді. Жалпы паритет сақталды. Бірақ болашақта болмау үшін меніңше бізде осы жерде билік тек қана өзі сыртқы істер министрлігі немесе үкімет, ақорда емес, қоғамға жүгіну керек сияқты. Бізде өкінішке орай тәуелсіздік, жер тұтастығы, ұлттық демократиялық идеялар, қазақ мемлекетінің идеяларын кейде ресми дипломатияға арнасына симай жатқан идеяларды қолдайтын қоғамдық күштермен биліктің байланысы жоқтың қасы. Сондықтан біздің о бастан айтып келе жатқан кезінде жаңа Қазақстан форумын құрған кезде айтқан идеямызды меніңше енді осы сайлаудан кейін жандандыру керек. Яғни осындай мемлекет аралық казустардың, дағдарыстардың, қақтығыстардың кезінде ұлтшыл билік, ұлтшыл мемлекет, ұлтшыл демократиялық қоғамдық күштерге
арқа сүйеу керек, солардың қолдауына сүйену керек. Сол кезде бәлкім Никоновтар мен Федоровтар Ресейде азаятын шығар. Менің жауабым осындай. Жалпы тарихтан хабары бар, мынау саясат мәселелеріне, халықаралық қатынастарға келгенде жауапкершілікпен қарайтын кез келген адам, жаңағы Никоновтар, Федоровтар болсын, олардың мәлімдемелерін сандырақ деп санайды ғой бірінші кезекте. Бірақ бұл сандырақ екен деп көзқарас таныту меніңше дұрыс емес. Себебі осындай Ресейдің сайқымазақтарының сөзінің артында көп жағдайда Кремльдің нағыз саясатының қылтиып тұратын біз бірталай рет көрдік бұған дейін. Украинаға қатысты дәл осындай мәлімдемелерді кезінде Жириновскийлар, Лимоновтар жасағанда, Грузияға қатысты осындай дүниелерге қатысты айтылғанда назар аудармаңдар, бұлар саясатқа еш қатысы жоқ дегенде әңгімелер алға тартылып еді. Бұның арты не болды? Жаңағы Украинаға қастандық жасалды, шабуыл жасалды, Грузия аумақтық тұтастығынан айырылды. Бұндай мәселелерге меніңше өте үлкен бір қырағылықпен қараған жөн. Айналып келгенде мынау саясаттанушылардың арасында әңгіме бар ғой. Путиннің ойында не болса, Жириновскийдің тілінде сондай нәрсе болады. Сондықтан бұл дүниелерді іссіз, жауапсыз қалдыруға еш болмайды. Менің ойымша енді біздің ресми мекемелер арқылы, ол Сенаттың депутаты бола ма, сыртқы істер министрлігі арқылы бола ма, тиісті қадамдар қабылданды, оның ішінде наразылық нотасы жолданды. Бұның артын меніңше өте қатты бағалау керек, себебі шын айту керек, Ресейде әлі де сол Совет одағын орыс әлемін аңсаушы топтар элиталарында әлі де жетеді. Рас, енді жекелеген бұлардың ойшылдары, белсенділері, жаңағы Никоновтың өзін артық кеттің, бұлай істеуге болмайды, арандатушылық жасадың деп айыптап жатыр. Оның ішінде жаңағы Шевченко бола ма, Пригожин бола ма, Познер бола ма, басқалары. Бірақ бұнымен тоқмейілсуге болмайды. Меніңше Ресейдің сол ресми орындарымен, қоғамдық орындарымен, бұқаралық ақпарат құралдарымен осы қоғамдық пікірді қалыптастыратын өте мықты жұмыс істеу керек. Енді Қазақстанның өзіне келетін болсақ, меніңше қайта мойындау керек, саны көп болмаса да бірқатар азаматтар табылады. Шынтуайтына келгенде осы Никоновтың сөзіне қанағаттанып отырған, іштей қолдап отырған, расау деп жаңағыдай ішінен ойлап отырған, бұнда мойындау керек. Қалайша 30 жыл тәуелсіздігімізде осындай орталар бізде қалыптасып отыр. Бұнымен де дәл осы мәлімдеме жасағанда рас, жекелеген енді өзге ұлыстың өкілдері жаңағыдай қолдауын білдірді Қазақстанның тәуелсіздігіне, аумақтық тұтастығына қатысты, бірақ кең ауқымда қайта көріп отырғанымыз жоқ. Яғни Қазақ Халқы Ассамблеясының өкілдері мысалы неге үнсіз қалды? Рас, мысалы қазақтардың бір кішігірім туалы бір нәрсе айтқандай болды, ал кең ауқымда бұл қайда қалды? Меніңше осындай ұйымдастырушылық мәселелер біздегі орыс, украин, өзбектердің осы мемлекетке көзқарасы қандай? Дәл осындай сын сағатта меніңше білдіріп қалу керек. Бұл мемлекеттің де, қоғамның да, жаңағы диаспоралар өкілдерінің де жұмысы қазақтың нанын жеп отырғаннан кейін. Екінші мәселе, әлбетте осы қоғамдық пікір қалыптастыратын ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарын, әсіресе теледидарын Қазақстанда тайраңдатып қойғаны. Мәселе тіпті жаңағы Жириновский, Лимоновтардың, Никоновтардың сөзінде емес, олардың біздің ақпараттық кеңістігінде емін еркін осындай арандатушы мәлімдемелерін жасауында бұған кім мүмкіндік беріп отыр? Қайта өзіміздің билік, өзіміздегі саясат осындай 20 жылдан бері айтылып келе жатыр. Өзінің ақпараттық кеңістігін көрші мемлекеттерге айқара ашып қойған Қазақ сияқты мемлекет жоқ. Сондықтан кеште болса осы мәселелермен айналысу керек. Алдымыздағы 2021 жылдан бастап айталық 50%-ға қысқарту, 2022 жылдан бастап 80%-ға қысқарту кез келген, оның ішінде ресейлік ақпарат құралдарының осы мәселемен де меніңше өте кешенді түрде айналысу керек. Себебі бұл жерде тек қана саясат емес, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік мәселесі жатыр, ақпараттық қауіпсіздік мәселесі жатыр. Өзіміздің күн тәртібіндегі мынау тәуелсіздік, егемендік, дербестік сияқты мәселелерді алға тарту. Әсіресе қазір мынау тәуелсіздік күні қарсаңында соның басы қасында азаматтарымыз өздерінің жаңадай ерік жігерін білдіріп жатқанда, алаңға шығып жатқанда, әзірше менің айтарым осы. Рахмет, мен енді бір-ақ нәрсе қосқым келеді. Шындығында
басқа жерге сый бердік деген сөз менің ойымша Николаевтан бұрын Путиннің аузынан шықты. Бұл Путиннің айтқан сөзі, бұл мемлекеттің ұстанымы дейміз бе, мемлекет басшысының бағыты дейміз бе. Сондықтан менің ойымша Николаевтан гөрі осы жерде Путиннің айыбы, енді егер айыбы деп айтатын болсақ, кінәсі одан да гөрі жоғары сияқты да. Бұл біздің Қазақстанның тәуелсіздігіне деген Ресей империясының жаңа империясының сыйы деп қабылдайық. Сөйтіп ішімізден бізді өзіміздің оған деген көзқарасымызды әр уақыттарда сақтай отырайық деп отырмын. Өйткені Путин келгеннен бергі басталған жаңа империялық бір саясат, жаңа шовинистік бағыттағы империялық саясат менің ойымша бір үлкен қауіп қатерге соқтығатын сияқты да. Ресейдің өзі соған алып келетін сияқты отыр да қазір кездегі жағдайына қарағанда. Енді өзіміздің мәселемізге келсек, жаңа Расул айтып кеттің, тәуелсіздік күні 16-сында бір топ азаматтар орталық алаңға шығып, сол жерде өздерінің көзқарастарын білдіріп, Лашмақтарда рұқсат етілмеген митинг жүргізілді. Оған деген мемлекет менің ойымша тек қоршап алғандар болмаса, мен әлі күнге дейін ести қойған жоқпын. Жаңа жазалап жатыр, әйтпесе сол жерде таяқпен ұрып жатыр деген нәрсені. Осыған байланысты бір пікірлерімізді білдіре кетсек та, бұның бағыты, қазір кездегі жаңа заң қалай қолданылды осыған байланысты. Шындығында да жаңағы өздерінің пікірлерін айтқан азаматтар қауіп төндірді ма, қоғамдық тәртіпке дейміз бе, басқаға дейміз бе. Осыдан кейін тағы да митингілердің болады, әрине белгілі, демократиялық мемлекет болғаннан кейін әртүрлі көзқарастар болады. Осы әрі қарап қандай сабақтасу керек, әрі қарап бұған қандай баға берілу керек деген мәселеге тоқталсақ. Мен жаңағы алғашқы тақырыпқа кішкентай ғана ремарка айтайын. Жақсы ма жаман ба, әрине қоғамда бізде қалыптасқан ұлттық демократиялық ахуал, көңіл-күй, әртүрлі радикалды, консервативті, центристік тұрғыдағы күштер бар ғой. Бірақ өкінішке орай бізде осы бір ұлттық идеяның өзі, халықтың осы бір бірігуі сол бір осындай бір оқыс оқиғалардан кейін болып жатады. Жаңа мен Расулдың сөзіне қосыламын, яғни бұған іждахатты, күнделікті, жүйелі жұмыс керек. Бізде сондай бір бәріміз осы бір шетелден біреу сөз айтса шу өте қаламыз да, бәріміз де патриот болып шыға келеміз, бір аптадан кейін оны ұмытып кетеміз. Сондықтан билік меніңше осы жерден сабақ алып, шынымен де патриоттық күштер деген не? Мысалы, орыста нацпат деген бір сөз бар. Кейде бір орыс тілінде журналистермен, ағайындылармен кездесіп қалсаң, олар нацпат дегеннің ар жағында бір жек көру, қабылдамау, сондай бір радикалды, бір жек көрінішті бір нәрсені көреді. Отан сүйгіш, патриот деген сөздің өзін біз шын айтсақ, осы бір 10 шақты жылдың ішінде бір басқаша бір мағына беріп қойдық та. Сондықтан орыс тілді аудиториямен жұмыс істеу керек, көршілермен жұмыс істеу керек, халықаралық деңгейде қазақ ұлтының тарихынан бастап мінезіне дейін, ерекшелігіне дейін жеткізу керек. Меніңше бұл үлкен жүйелікті қажет ететін жұмыс. Өйткені Думаның депутаттары осылай анда-санда бізді оятпаса, бізде сол қалғып, мүлгіп жатқан бір сыңайы бар, және биліктің өзі осы тақырыпқа аяқ басуға, кірісуге қорқатын сияқты. Ал сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсақ, өте қысқа. Әрине бұл жыл сайын 16-17 желтоқсан кезінде қоғамда әртүрлі көңіл-күй бар. Біреулер тәуелсіздік күні дейді, құттықтайды, біреулері келіп, бұл күні Жаңаөзен қырғыны болып еді дейді. Екіншілері бүгін 17 желтоқсан оқиғасын айтады. Меніңше осы жерде билік біріншіден өзі бір бірізділік болу керек, яғни осы атауда. Екіншіден қоғамның өзі де қалай айтсам екен, былай болып тұр ғой енді. 16 желтоқсан күні Жаңаөзен құрбандарына барып Құран бағыштаудың өзі бір саяси ерлікке ұласып тұр. Дұрыс емес қой? Келсін халық, Құран оқысын. Керек па жаңағы бізді қазақтарды сыйлайтын басқа ұлт өкілдері қатыссын, тек қана қазақтар болмай. Белгілі бір билік осы жерде бір басқаша мінез таныту керек сияқты. Әйтпесе алаңға шыққан жаңа Оян Қазақстан немесе демократиялық партия өкілдерін сол арнайы жасақ болып қоршап, оларды бірнеше сағат ұстау деген ол масқара ғой. Сондықтан меніңше тәуелсіздік туралы айтатын болсақ, ұлттық сезім, мақтаныш, намыс, мемлекетімізбен, қазақ ұлтымен, мемлекетімен мақтану деген сезім осындай күндерде болады. Ал андай арнайы жасақпен жап-жас өрімдей жастарды қоршап тұру меніңше бүкіл
осы идеяны, тәуелсіздік күніндегі идеясын дискредитация жасайды деп ойлаймын. Осын жоққа шығару керек. Бір білмеймін, билік отырып, сол күні алаңға шығатын азаматтар отырып, бір осы күні қырғын болмайды, ешқандай біреудің кеңселерін құртпаймыз, банкоматтарды жоймаймыз, келеміз де Құран бағыштаймыз, өзіміздің пікірімізді айтамыз, оған қалалық әкімшілік уақыт берсін, мүмкіндік берсін, жастар келсін. Әйтпесе байқадыңыздар ғой, алдымен ресми гүл қояды да, одан кейін қоғам өкілдері келеді. Меніңше осы жерде бір келесі жылдары билік өзінше бір сабақ алу керек сияқты, және қоғамдық ұйымдардың алдында да бір жауапкершілік болу керек сияқты. Бұл сондай хайп па, міндетті түрде барып, біз онда барамыз да сол жерде тұрып заңды бұзамыз ба деген сияқты. Білмеймін, осы жерде қоғам мен биліктің ортасында бір консенсус керек сияқты. Әйтпесе ұят, жыл сайын болады, жыл сайын өзіміз ұяламыз сол үшін. Жалпы тәуелсіздікті сезіну, егемендікті қадірлеу сияқты түсініктер бұл жылдағы 365 күннің бір күні 16 желтоқсанда меніңше болмауы керек. Жыл бойында бұл ұзақ мерзімді, кешенді, түсіндіру, идеологиялық, рухани бір тәлім-тәрбие беру, ақпараттандыру тұрғысынан үлкен жұмыс, кешенді жұмыс. Өкінішке орай бұл жерде бұл биліктен де қоғамнан да бар шығар. Бізде осындай үзік осы мәселелерді сезіну бар. Жыл бойында ғана емес, сол бір күнде жаңағыдай жалауын көтеріп шығу сияқты дүниелер. Никоновтар бір нәрсе деп айғайласа, сонда жаңағыдай патриоттық еске келетіні, болмаса Қытайға жерге қатысты жаңағы кодекс қабылданардың алдында бірден ояна салуы, былай қоғамның жыл бойында осы мәселелерді сезінуі меніңше әлі күнге шейін бізде көңіл көншітпейді. Неліктен? Әрине, жаңа айттық, бір жағынан билікті, идеологиялық мәселелерді айыптауға болады. Өзімізде мысалы түрлі таңдау, ішкі өмірімізге қатысты жетіспей жатуы, таңдаудың аз болуы, альтернативаның жоқ болуы. Соның бірі жаңағы алаңға шыққан жігіттер. Олар дұрыс айтты ма, бұрыс айтты ма, олардың азамат ретіндегі ұстанымы, көзқарасы, алға тартып отырғаны. Ал олардікі рас па, бұрыс па, бұны уақыт, қоғам шешер. Қайсысы хайппен айналысып жүр, қайсысы шын мәнісіндегі ұлт жанашыры, қайсысы прагматик, қайсысы популист. Бірақ бұндай дәстүрлерсіз, жаңағыдай демократияда өз ойын ортаға салу, пікір алмасу болу, пікір талас болу, онсыз қоғамда қайдан альтернатива, қайдан балама ой пайда болсын. Сондықтан меніңше бұл қоғам үшін де, билік үшін де өте маңызды дүние. Мәселен, жаңағыдай митингтердің орын алғаны, сөйтіп барып дәстүрлер пайда болады, сөйтіп барып саяси сана сезім қалыптастырады. Ал оның барлығын жауып қоятын болса, жаңағыдай сақшылармен қоршап қоятын болса, ол дәстүр қайдан пайда болсын? Айналып келгенде одан кейін келіп туындайтын саяси мәдениет қайдан қалыптассын? Сондықтан әрине бірінші кеше ғана митингтерге рұқсат берді. Бүгін сол митингтер кереметтей жаңағыдай барлық стандарттарға сай өтеді деген қайта бола салмайды. Бұны тәрбиелеу керек, бұны жасақтау керек. Сондықтан маңыздысы осы екінші дүние меніңше біздің қоғам ұсынатын, кейде мынау сырттағы болып жатқан оқиғаларға көп мән бөлмейтіндігі, ал оның біздің ішкі саясатқа қаншама әсер ететіндігі. Кейбір жағдайлар болғанда, жаңағы Никоновтың мәлімдемесі сияқты, сонда ғана осыған бір қызығушылық танытамыз, маңыз береміз. Ал қалған күндері мен өзімнен байқаймын, мысалы мынау Фейсбукта, әлеуметтік желілерде бір ақпараттарды жазып жатсаң, Ресейде былай болып жатыр екен, Қытайда былай болып жатыр екен, сол сырттағы әлемді қойсаш, жаңағыдай көңілді басқаға бұрушылықты қойсаш, осы қазақтың өз мәселесін айтсаш, ал сырттағы мәселелер қазаққа әсер етеді, оны көріп отырмыз. Ресейдің жаңағыдай айғайынан, Қытайдың мәселесі бар, жаңағыдай арандатушы діни экстремизмнің әсері бар. Бұның барлығын меніңше бізді қадағалап отыруымыз керек, және бұған дайындалып отыруымыз керек іштей. Тіпті сол Ресейдің өзі іштей әлсіз мемлекеттерге ғана қыр көрсететінін байқадық. Соған төтеп беретіндей мемлекеттің ішкі әлеуеті жете ме? Ішкі ынтымағы халқының бірлігі, әскери әлеуеті, басқасы жете ме? Кешегі мысалы тіпті Әзербайжан сияқты Ресейге де қарамай, ешкімге де қарамай, өзінің мәселесін, өзінің аумақтық тұтастығын шешкен. Сондықтан меніңше осындай дүниелерге төтеп берудің бірден бір көзі болып жатқан айналадағы оқиғаларды біріншісі қадағалап соған дайын отыру,
Екінші жағынан іштей бірлігін, іштей ынтымағын сақтаудың бір негіздерін, алғышарттарын дер кезінде ойластыру, жау жағадан алғанда ғана емес. Мен де өзім бір-екі пікірімді айтып жіберейін. Шындығында да биыл коронавирусқа байланысты мен қатысқан жоқпын, барып қатысайын деп едім. Ал 34 жыл бойы қатыстым. Бірде-бірін жіберген жоқпыз. 17 күні сағат 10-да біздердің бәріміз барамыз. желтоқсан қатысқандар. Сонда жаңа кімнің Әміржан айтқан есіме түсіп ойланып қарасам, шындығында да біздер сол жерге гүл қойған уақытта, Құран оқыған уақыттарда гүлдерді бөлек қояды екенбіз. Мысалы, жаңа желтоқсандықтар, қоғамдық ұйымдар бөлек қойылады да, биліктегілер таңертең ертерекке өздерінше бөлек қояды. Әрине, рахмет. Иманғали әкім болғаннан кейін барып әскери оркестр жіберетін болды сол жерде. Әскери оркестр өзінің жағы әнін, күйін көрсетіп тұрады, Құран оқылады бәрі де, бірақ тағы да шындығында да бөлек сияқты. Бізде әлі де консенсусқа келмейтін сияқты. Себебі мен ойымша осы трагедияны, осы зұлымдықты істеген адамдар билікте тұрған уақыттарда менің ойымша олардың бастары бәрі қосылмайтын сияқты да. Мен өз басым бұған сене қоймаймын, осындай болады деген. Екінші мәселе, мен ойымша кешегі митинг бірдемені бұзып, бірдемені алып кеткен жоқ та. Осы уақытқа дейін енді митингіден қорқатын қоғам болып едік қой, биліктер әсіресе. Мен ойымша еш нәрсе болған жоқ. Шамасы 100-ге жуық адамдар келді, өздерінің ойларын, пікірлерін айтты. Сөйтті де, одан кейін барып бәрі мен ойымша жақсы болып тоқталды. Ешқандай бір банкомат аударылған, әйтпесе бір машинаның жанғанын мен өз басым көрген жоқпын. Менің ойымша осы бастаманы әрі қарап Алматы қаласының билігі әрі қарап жалғастырса, осындай рұқсат беру арқылы, әрине бірденен митингінің мәдениеті бар өзінің, сол мәдениетті үйрене салу оңай емес, бірақ рұқсат етілмейінше, осындай мәселеге мүмкіншілік берілмейінше, ол мәдениетті жүзеге аспайтын тағы белгілі. Енді тағы да сіздердің тараптарыңыздан өткен аптаның тағы қандай оқиғалары қажетті осы бүгінгі біздің әңгімемізге арқау болады деп ойлайсыздар? Мен бір айтайын дегенім, осы тәуелсіздік күніне байланысты біздің тұңғыш президентіміз елбасыға қатысты біраз нәрселер айтылады ғой. 1 желтоқсаннан бастап осы қазір өзім көрген жоқпын, бірақ бұқаралық ақпарат құралдарынан дәйек сөздер, цитаталар келіп жатыр. Ол кісі өткен шақта әсіресе жаңаша тарихқа қатысты біраз оқиғалар айтып жатыр. Мәселен, Қырғызстан революциялары кезінде президенттерге қалай көмектескені, сол туралы айтып, енді жалпы қызық, енді ол да бір сыртқы саясаттың бейресми астары ғой. Мысалы, Ахаевқа, Бахиевке қалай көмектескені, қандай ұшақ болды ма, аэропортта не болды, құм себілді ма, себілген жоқ па, бір әдемі бір нелері бар, детальдары бар, бірақ енді бір сұрақ туады. Осындай сыртқы саяси маңызды шаруалар қабылдаған кезде неге оны жалғыз бір адам қабылдайды? Осы жерде неге парламент, неге жария бір коллегиалды орган арқылы қауіпсіздік комитеті жиналып, осы Қырғызстанда осылай болып жатыр, қазақтың мүддесіне осы дұрыс па, бұрыс па деген сияқты меніңше бір болашақта мемуар жазатын президенттер ескерсін деп жатырмын ғой. Әйтпесе мен солай шештім, мен осылай Ахаев құдам еді, барып көмектестім деген әңгіме болмау керек. Мемлекет аралық қатынаста басқаша режим болу керек. Мен соның ішіндегі енді өзіме тиіп кеткен болғасын ба, Доске Расул, сосын бір цитатасын келтірейін. Оппозиция туралы айтыпты президент, тұңғыш президент. Болу керек депті, конструктивті болу керек депті, енді жалпы ойлар ғой, бірақ мынандай бір цитата бар екен. Мынаны дұрыс істемедіңіз, оны былай жасау керек деп айтса дейсің. Оппозиция деген сол. Бір үстелге отырып, бәрін талқылауға болады. Бірақ бұндай оппозиция болған жоқ деп түйіндеді Нұрсұлтан Назарбаев дейді. Мен айтар едім, бұл енді шындыққа жанаспайды. Егер де оппозиция менше осы Қазақстандағы оппозиция, дүние жүзіндегі оппозицияның ішіндегі ең бейбітшіл, ең мәмілешіл, ең диалогшыл оппозиция ғой. Осы қаншама жылдың ішінде билікке ғана пікірін айтып, бейбіт түрде қару ұстамай, осы 23 жыл осы режимге шыдап келе жатқан Қазақстан оппозиция. Сондықтан бір өкіл ретінде айтарым, бұл әрине шындыққа жанаспайды. Өйткені балама ұсыныс деген не? Балама ұсыныс деген бастай конституция. Осы 23 жыл мен оппозиция жүрген ішінде меніңше соның 3-4 жобасы жасалды. 3-4 жобасы жасалды. 99 жыл жасалды, ДВК-ның кезінде жасалды, Алғаның кезінде жасалды, ЗСК-ның кезінде жасалды, тағысын жасалды. Яғни балама нұсқа бар.
неліктен билік Нұрекең айтқандай бір үстелде отырып соны талқыламады. Сосын жыл сайын демейін, енді науқан сайын Серік болсын Абдилдин президентке түскенде, Тұяқбай түскенде, мен түскенде өзім бағдарлама болды. Сосын парламент сайлау кезінде оппозициялық партиялар түскенде олардың бағдарламалары болды. Олар экономика, әлеуметтік сала, құқықтық сала, жергілікті басқару, тағы не, бәрін оқу, білім, мәдениет не істеу керек екенін бәрін айтты. Сондықтан меніңше бұл жерде Нұрекең дұрыс айтып отырған жоқ. Әйтпесе оппозиция болмаса кімдерді өлтіріп жатыр, кімдерді соттап жатыр, кімдерді шетелге қуып жатыр, кімдерді түрмеге жауып жатыр, меніңше кімдерді қаралап жатыр, кімдерді тіркемей жатыр. Сондықтан меніңше бұл жерде ондай оппозиция болған жоқ деген сөз. Мен соны өзім азамат ретінде, өзімнің өмірден өткен әріптестеріміз бар, қазір осы оппозиция қатарында жүрген азаматтар бар. Оның ішінде біреулер қатты кетіп жатқан шығар, біреулер жеке басқа тиісіп жатқан шығар, біреулер тым радикалды болып, тым максималист болып жатқан шығар. Бірақ жаңағы Расул айтпақшы, әркімнің өз құқы бар. Яғни конституцияның аясында ол талап қоя алады. Ол талапты халық қолдай ма, қолдамай ма, бұл екінші сұрақ. Бірақ әркімнің өзінің пікірі бар. Сосын осы жердегі тағы бір дәйек сөз келтіріп кетейін. Қасым-Жомарт Тоқаев президентімізде осы таяуда тәуелсіздік күнінің алдында сөз сөйледі, жақсы айтты, тәуелсіздік туралы елде атқарылып жатқан жұмыстар айтылды. Бірақ менің бір көңіліме келіп қалмаған нәрсе, ол кісі осы бір жаңа жылдан кейін, сайлаудан кейін біз реформалардың жаңа пакетін қабылдаймыз деді. Дұрыс, жаңа пакеті қабылдансын, ол халықтың көкейінен шықсын. Бірақ сол жаңа пакетті орындайтындар кімдер? Ол қандай қоғамдық күштерге сиенеді? Ертең парламент сайланады. Оның ішінде шынымен де қазіргі жүйеге ашықтан ашық шығып, дәйекті, тегеурінді қарсы тұрған күштер жоқ. Бәрі де сол Нұр Отанның о жақ бұ жағындағы партиялар, кейбір әлеуметтік, экономикалық мәселелер бойынша балама пікір айтуы мүмкін, бірақ саяси жүйеге қарсы жұмған аузын аша алмайды. Сонда келесі Тоқаев мырзаның реформаларын жаңа пакетін жүзеге асыратын кімдер? Нұр Отан отырған үкімет және Нұр Отан мен оның сателлиттері бар парламент пе? Әлі де парламентке кіре алмай қалған, әлі де алаңға шыққысы келіп жүрген, әлі де легитимді сипат алмаған ұлттық демократиялық күштер, центристік күштер ме? Мен өте сондай үлкен алаңдаушылық танытамын. Өйткені егер де Тоқаев мырзаның жариялайтын жаңа пакеті тек қана сол парламент ғана ішіндегі саяси күштермен жүзеге алатын болса, онда ол толыққанды қоғамның қолдауына ие бола алмайды. Енді қазір парламенттік сайлаудың алдындағы бір үгіт насихат науқаны қазір басталып кетті ғой. Соған қатысты мен бір-екі ой айтайын деп едім. Біріншіден, енді бұған дейінгі сайлауларда әлбетте түрлі шектеулер болды, түрлі заң бұзушылықтар болды, тағысын тағы. Оның ішінде енді түрлі популизмға берілу, басқасы. Соның ішінде қазірде енді айналдырған 5-ақ партия осы додаға түсіп отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия бұдан тартынды, неге екені белгісіз. Арабтан андай мақал барда, құмыраның ішінен тек қана ода бар затты ғана алып шығуға болады деп. Ұнасын, ұнамасын. Бізде қазір қалғаны осы 5 партия. Әлбетте бұл 5 партия халықтың, қоғамның барлық бөліктерінің мүддесін білдіріп отыр, ойын білдіріп отыр деп, наразылығын білдіріп отыр деп айта алмаймыз өкінішке орай. Бірақ мойындайтын жағдай бары осы. Бұл партиялар енді бірталайы осы сайлаудың алдында оянып жатыр, жаңа мүшелермен толығып жатыр, жаңа бір ойларды алға салып жатыр. Бұның өзі бәлкім тым кеш болса да, меніңше құптарлық шаруа. Енді осыдан қандай ой шығар? 10 қаңтарда халық кімге дауыс береді, азаматтар? Бұл жерде меніңше қайта баяғы дағдымен жекелеген тұлғаларға қарап қалмай, немесе жекелеген бір абырой иелерінің айтқанының жетегінде жүріп қалмай, әрбір азамат өзі бір шешім шығару керек. Біреу айтты екен емес-ау, өзінің көзін жеткізіп, сол тұлғаға қарап қалмай, қандай сөздерді айтып жатыр, қандай ойларды, бағдарламаларды ұсынып жатыр. Кезінде мынау Совет одағында осындай бір саясат болып еді, ұрда-жық. Біреуді айыптағанда, біреуді қабылдамағанда, мысалы, Пастернакты оқыған жоқпын, бірақ оның жазғанына үзілді-кесілді қарсы шығам дегендей.
бұл биліктің шаруалары бізде де бар, бірақ кей кездері қоғамда осының бір жетегінде кетіп қалатын сияқты. Осыдан түк шықпайды, бұдан түк шықпайтыны белгілі, бәрібір бәрін құртады дегендей. Меніңше осындай маңызды шешімдерді, қоғам саясат үшін маңызды, анық қанығына жетіп барып, осы мәселенің нақты бағдарламасының бір мәтінін оқып барып, тұшымды бір шешім қабылдау керек. Маңыздысы осы. Екіншісі, енді жаңағы саяси партиялар мәселесі, бесеу, олар толықтай елдің бүкіл азаматтардың жаңағы ойын білдірмейтіні анық. Сондықтан келесі жылдары, дәл осы жыл болмаса да, сол саяси қозғалыстардың, партиялардың өмірге келтіру көп дәрежеде бұл жекелеген бір оппозиция өкілдерінің ғана емес, қоғамның өзінің бір оянуының көрінісі, өзінің жауапкершілігінің көрінісі болу керек. Халықтық партия жоқ па? Жоқ деп санайсыз ба? Осы алдағы сайлауда ешкімге дауыс бермеймін, барлығына қарсымын деген ойдасыз ба? Өзіңіздің ойыңыздан шығатын қозғалысты жасақтаңыздар, ұйымдастырыңыздар. Біреу сырттан келіп сізге оны жасап бермейді. Өздеріңіз ұйымдасыңыздар, аймақтарда, қалаларда. Сондықтан осы мәселелерді ойға ұстау керек. Себебі бәрібір түк шықпайды, бәрібір алданып қаламыз. Осымен 20-30 жыл отырдық қой, бәрібір айналып қаламыз. Анау қайда қалды, мынау қайда қалды, ал өзің не істедің деген мәселе, менің ойымша сол алдағы 2021 жылдан бастап осы мәселеге бір сөзден іске көшетін кезең келген сияқты. Менің ойымша алдымыздағы сайлау туралы мүмкін біз арнайы бір түсірілімді берерміз. Себебі қанша дегенмен, мен өзім матрешка деймін ғой, жаңағы 5 партия бірінің ішінде бірі тұр дегенмен, сол арқылы да халыққа бір саяси сауаттылық беруге болады. Сол арқылы да солардың ішіндегі белгілі бір, бағыттарының өзгешелігін талдап шығаруымызға мен ойымша болатын сияқты. Ал бүгін өзіміздің белгіленген уақытымыз бітті. Жаңағы бүгінгі түсірілімге қатысқандар Әміржан Қосан, Расул Жұмал және мен Дос Көшім. Аман болайық, ауырмайық, тағы да мерекелеріңіз құтты болсын, Қазақстанның тәуелсіздігі жасасын. Қош сау болыңыздар.